Сәлеметсіздер ме? 15 мамыр отбасы күні. Осы мерекеге байланысты Қызбел ауылының үлгілі отбасының үйінің біріне келіп отырмын. Татушке барамыз, қабылдарымыз. Мамамыз ұсқа кеткенде, өзіміз үйде қаларымыз. Бұзықтарды саспаймыз, терезені аспаймыз. Сыққа сұлы ойнаса, қыздан қорқып қашпаймыз. Отбасы күніне байланысты тілегіңіз қандай? Келіп жатқан отбасы берекесі құтты болсын. Әрқайсымыздың шаңырағымыз бақыт шаттық болсын. Мынау көрінген көйлектеріміз аман болсын. Аспанымыз ашық болсын. Деніміз сау болсын. Әрқашанда осындай мерекелі күнді тойлай берейік. Сіздерге рахмет. Әже деген көпсіға, әже де жоқсыға, мендегі бір қандағызы күткісі. Анам болса қасымда, басқа батыр неге, ана жадым зекі, менде ой керемет. Бақ дәулетін берсін, пайғамбар береке берсін, берсе қайырмен берсін, басымызға амандық берсін, елімізге саулық берсін, әрқашанда қуанышты дастарханда ойнап күліп кездесеміз. Сіздің осы айтқан тілектеріңізге көп рахмет. Осылай бала шағаңыздың, немере шөберелеріңіздің ортасында осылай ақ жаулықты әже болып отыра беріңіз. Сіздерге рахмет.